Жобаның басты мақсаты Қазақстандағы кәсіпкерлікті қолдау. Міндетті түрде осындай бағдарламалар көріңіздер. Бұрын КВН-да ойнағансыз. Мен есімім Дәулет, кәсіп қызық бола бастады, өйткені бір идея келді да. Ол жағы ақша алып келмеді ме сонда? Маған ұнайтын ақша келген жоқ. 8 миллион оборот бар, 4,5 миллион таза пайда бар. Мен өзімді көрсеткім келмейтін, по идее проблема менде сияқты, скорее всего. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, сіздермен бизнес талдау жобасы және де оның жүргізушісі мен Ажыбеков Самат. Біз бұл жобада әртүрлі саладағы кәсіпкерлердің кәсіптерін талдайтын боламыз. Жобаның басты мақсаты Қазақстандағы кәсіпкерлікті қолдау. Және де осы орайда біздің тұрақты серіктесіміз Jusa Bankқа алғысымыз білдіреміз. Ал енді біздің кезекті қонағымыз Дәулет мырза. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз. Дәулет мырза, енді менің білуімше, сіз қазіргі таңда кәсіпкерсіз, бұрын КВН-да ойнағансыз. Жаңа бір сөзіңізде айтып қалдыңыз, әртүрлі бағдарламалардың сценарийін жазғансыз. Енді мүмкін мен бір өткізіп алған жерлерім бар шығар, өзіңіз туралы көрермендерге бір ауыз таныстырып өтсеңіз. Мен есімім Дәулет. Мен қазір данный момент кәсіпкермін. Осының алдында мен энергетика оқыдым, одан кейін сценарист болдым. Қазіргі таңда кәсіпкермен кәсіппен айналысып жатқан жайым бар. Кәсібіме айта кететін болсам, шамалы бұл Debitec деген компания, ол жеке өзіміздің брендіміз. Біз сол линияны продвигать етеміз Қазақстанда электроинструмент бойынша. Сол брендтің кәсібімізді сатамыз, розницу и оптымыздамыз. Жақсы, енді жаңағы қалай келдіңіз? Жалпы сіз бұрын КВН-да ойнадыңыз, көп кісілер мүмкін сізді КВН-нан танып жатқан шығар. КВН-да болдыңыз, жаңағы бағдарламалардың сценарийін жаздыңыз. Қандай бағдарламаларда жаздыңыз? Каналдарға біз скетчтер жаздық. НТК-ға, КТК-ға, бұл жақта бір бағдарламаларға скетчтер жаздық. Одан кейін сериалдар жазып бастадық. Көп. Потом мен өзіме ең қатты ұнайтын бір «Шестой пост» деген кино бар. Соны сценарийін жаздық. Ол кино, кейін ол еще сериал болып шықты. Кинотеатрдан көрсетті, одан кейін сериал болып шықты. Бірақ өкінішке орай авторлардың қатарында жоқ. Ол жақта өте көп автор болды, ол жақта белгілі бір үш автордың ғана аты жазатын болды. Бірақ мен өзім главный рөлдегі адамның атына өз атын қойып қойғанмын, негізі ол жақта бар, короче. Мен бір деталь, бір долям бар менің ол жерде. Сондықтан солай сценарий жазып жүрдік, бірақ мен кәсіп кішкентай кезімнен бастап қызықтыратын. Кәсіп ойында всегда жүреді да. Андай бір болмайтын нәрсе, хоть сценарист болсаң да, басқа бір нәрсемен ойлап жүресің да, андай бір нәрсені істепші. Ал енді андай болды, что қазір сценарийдан гөрі маған кәсіп қызық бола бастады, өйткені бір идея келді да. Жаңағыдай адамдардың, құрылысшылардың ойын жеңілдету дегенше. И сонымен осы электроинструмент бизнесі келді да. Ол басқа формат, барлығы енді көбісі қазір әдеттегідей көріп жүрген тоқпен болса, бізде тек на батарейка сатамыз, біз тек на батарейка инструмент. Содан кейін сол ақырындап кәсіпке қарай жүре бастады. Енді сіздің бұрынғы жаңағы КВН-іңіз болсын, басқа осы уақытқа дейін айналысқандарыңыз көбінесе творчествоға келеді, шығармашылыққа келеді. Қалай сіз ауысып кеттіңіз? Не үшін ауысып кеттіңіз? Бізде мынандай момент болды. Мен кішкентай кезімнен бастап негізі творчествомен айналысқым келді. Қатты творчествомен айналысқым келді. Бірақ енді үйдегілерге түсіндіре алмайсың. Мен сценарист болдым, сен қоясың ба дейді ғой маған. И аталайды. Маған пришлось сабақ жақсы оқып. Сценарий деген не ол құрсын деп. Ол ақша алып келе ма, ертең ол бір күн бар, бір күн жоқ. И сол үшін мен аталайды сабақ жақсы оқып, үйдегілерге диплом керек болды ғой. Диплом алып беру керек болды, жаңа грантқа түсу керек болды. И параллельно енді бұның ең бір қазіргі таңда удобный нәрсе ол КВН. КВН арқылы тезірек шығып кетуге болады. Яғни сценарист болсаң да, актер болсаң да, қазір үлкен ход бар да сондай. И солмен айналысып жүрдім параллельно. И сабақ оқыдым, сөйтіп барып энергетик мамандығына түстім. Осындай энергетик мамандығын соны бердім. И одан кейін уже полноценный үйдегілермен уже мен диплом істеп жатырмын. Енді мен КВН ойнай берейінші. И сөйтіп КВН жүрдім. КВН жүрген кезде бір жақсы нәтижелер көрсетіп бастадық. Ресейге шықтық. Жаңа Беларусьда ойнадық ойындар, Украинада ойнап жүрдік. Сөйтіп не істеп жүрген кезде, ойнап жүрген кезде, жаңа каналдар, жаңа үлкен ағаларымыз бар осы КВНде жүрген. Олар предлагать етіп бастады. Міне скетч жазып көріңдер. Содан кейін біз сценарийдің курсын оқыдық. Сценарий өттік, полностью курс өтіп, одан ақырындап жазып бастадық. И одан кейін андай аталады, белгілі бір уже скетчтан бастап, вайннан бастап, ақырындап бір сериалға, одан кейін шамалы толық метрге бір рет қана жазып көрдім, бірақ сол толық метрге жеттік. Бірақ енді анда аталайды тағы да бір дополнительный доход көзі керек болды. Дополнительный доход көзі деген кезде. Ол жағы ақша алып келмеді ме сонда?
ну маған ұнайтын ақша келген жоқ, маған примерно мен запростарын жабатындай ақша керек болды да. Сол уақытта, иә? Сол уақытта. Содан кейін как будто кәсіп маған жеңіл сияқты болып көрінді да. Ал одан кейін бір кәсіпке идея келгеннен кейін жайлап басталды. Мен онша мән бермейтін. Анау кәдімгідей өсіп бара жатыр. Мен қарап қоямын, өсіп бара жатыр. Ақырындап көбірек упор қойып едім, мынау кәдімгідей өсіп кетті да. Сценарий жан творчестводан кішкене алыстап кеттім. Бірақ андай болды, кішкене қызық емес болып барады да. Бірақ андай болды, короче, мен жүрегімде кішкене творчество болғаннан кейін мен өзімнің YouTube каналымды жасайын дедім. Және де осы кәсіппен және де жаңағыдай сценарий бар ішінде. Творчествоны қосатын, шығармашылық пен кәсіпті қосатын бір нәрсе жасағым келді де. Соны өзіме жаңа кәсіп жайлы іскер деген канал аштым. Қазір таңда соны да жүргізудемін. Параллельно өзімнің кәсібімді жүргізіп отырмын. Жақсы. Енді сіз туралы кішігірім енді көрермендерге бір образ қалыптастыра алдық деп ойлаймын. Мен негізі шын мәнісінде вообще мен ешкім білмейтін шығар, мен ондай кәсіппен айналысатынымды ше. Мен вообще көріспеймін. Просто маған қызық болды. Жақсы. Так, не үшін көріспеймін? Бірінші очередь маған подписаны Инстаграмда адамдар, олар үшін сенімсіз болады шығар маған. Өйткені мен өмір бақи шутка айтып, бірдеңе істеп, и кәсіппен адам күтпейді мені. Кәсіп жасайтын адам күтпейді деп ойлаймын мен, по крайней мере. Сосын сіздің ойыңызша. И бір-екі рет мен сондай нәрсе айтқан кезде кругта бір нәрседе олар сразу так не істейді, жаңа әзілдеп бастайды да. И одан кейін ой, кәсіпкер шықты арамызда бір нәрсе. Бизнесмен деп. Мен сол үшін енді ақырындап сол іскер жасап жатырмын да, сөйтіп сояқтан чуть-чуть көрсетіп қоямын, бүйтіп. Ал бірақ шын мәнісінде бірақ Инстаграмдағы аудитория ондай білмейді, что мен конкретно бір кәсіппен айналысып жатқанмын. Өйткені бұл кәсіптегі лицоды жалпы не істейтін мен басқа адамды қоямыз бізде. Қай жақта? Жаңағы өзімнің кәсібімде лицо басқа адам негізі. Не үшін сіз лицоны қоясыз? Себебі өзіңіз болатын болсаңыз достарыңыз күледі деп ойлайсыз. Сонда бір образ бар ғой, қашу ғой енді былай айтқанда. Идея бар ондай, прям күледі емес, мен андай хочется, чтобы какой-то бір жақсы нәтиже келіп, уже, мынау менікі деп айтуға ше. По идее менікі деп айтуға сондай хочется. Плюс еще сенімсіздік бар ғой сонда. Қазір айтып қойсам, ертең күні ол кәсіпті мен дөңгелете алмай қалсам, вдруг дөңгелете алмай қалсам, қазіргі айтқан достарым сол кезде, мен саған сол кезде айтқам деп айтады деп қорқыныш бар. Сондай бір ой болды, ой болды. Қазір таңда уже кішкене ондай ойдан кетіп қалдым, так как қазіргі енді окружением күнделікті творчествомен айналыспай қалғаннан кейін сұрайды ғой енді. Мен айтам уже, давай көрсетейік. Өзім жақын арада өзім де ойлап жүрмін. Сіз итакта жаңағы YouTube каналыңызды қателеспесем, кіммен жаңағы Макс Пловпен түсірдіңіздер. Сіз солардың кәсібін толық түсірдіңіз. Ашып бердім, ашып көрсеттіңіз. Ол біраз просмотр жинады. Сол арқылы сіздің таныстарыңыз мысалы көруі мүмкін ғой, сіз оны қалай түсірдіңіз, қандай оймен түсірдіңіз деген сияқты. Неге сол кезде қорқынышты болған жоқ сізге? Жоқ, ол кезде больше андай ойнап кетті. Мен творчеством жоғалтпайын деген ойында кетті да. Мен қазір ол жақта негізі ақша болған жоқ, ол жақта ақша жоқ, ол жақта. Андай ғой, мен мысалы кез келген нәрсені вообще айналыспай кетсең, вообще аны істей алмай қаласың в итоге ше. Ақырындап чуть-чуть хоть мысалы күніне айтады да, мысалы сценаристарда да бар да, күніне бір сценарий жазып отыр дейді да. Бір кішкентай нәрсе жазып отыр. Әйтпесе, мысалы бір ай демалып күшті не істеп кетсең, одан кейін бір айдан кейін восстановление өте қиын болады да. Ананы түсіндіру қайтадан баштап, мы еще дамып жатыр ғой бәрі. Сен қалып кетесің ана жақта. Енді ал сол үшін мен сол бір творчествоны қалдырып қоймау үшін ана жаққа жасасам, бірақ мен кәдімгідей іскерді шынымен де беріліп бар творчествомды қосып сол жаққа жасап отырсам. Іскерге. Іскерді қатты ақшаға алып келмеудің себебі осы сияқты негізі ше. Іскер қазір енді сіз ойлағандай неде емес, қарқынды дамып келе жатқан жоқ. Айтқан сіз біраз уақыт тоқтатып тастадыңыз оны, енді қолға алғыңыз келе жатыр. Бұйыртса. Но пока сіз мынандай оймен тұрған уақытта ол каналды жүргізбеуіңіз де мүмкін әрі қарай. Себебі сіз үшін сіз ойлайсыз, мен қазір іскерді алып кетсем, жаңағы YouTube каналды алып кетсем, көп адамға көрініп қаламын, оның ішінде сіздің достарыңыз бар, достарыңыз сізге келіп күледі. Сөйтіп дағына сіз не істейсіз, күлуден қашасыз дағына, өзіңізді алдау мақсатында әйтеуір канал жүргізесіз, бірақ қарқынды жүргізбейсіз, себебі артында адамдар күлуі мүмкін деген қорқынышыңыз бар. Бар ғой сондай? Бар. Точнее енді болған деп айтайыншы, потому что менде до этого андай болды да, мен даже өзім сторисім салмайтын іскерді. Іскер өзі салды просмотр, өз-өзімен ақырындап жинала береді да, мен салмайтын. Одан кейін, режиміз, одан кейін атқалайды Макс Пловты салдым.
Макс Болов бір лицо салу керек болды, бір герой, қызықты герой керек болды да. И соны Макс Болов салдым, и жақсы просмотр жинап бастады. Одан кейін барып мен өзім қорқыныштың жеңдім да фук салдым, и бәрі жақсы отзыв бастады. Одан кейін ғана сондай бір ой келді. Вообще, по идее, проблема менде сияқты, скорее всего. Өйткені ешкімде ондай даже уақыттары жоқ сияқты мені ойлауға негізінде келген кезде ше. Бірақ ары қарай жүргізбедіңіз сіз оны? Тоқтатып бастадыңыз. Себебі жаңа эмоция басып қалды ма, қалай болды? Мен конкретно өзім үшін, енді өзімді алдайтын шығармын, возможно, қолым босамай кетті. Өйткені жаңағыдай біз іскерде бір кәсіпті, өз кәсібімізді сүрдік, сол кәсіпте жаңағыдай серіктестер көбейіп кетті. Сол серіктестерге уақыт, энергия бәрі сояққа кетіп қалды. Обучение болды ол жерде ше. Сояққа бәрі кетіп қалды да, іскер чуть-чуть қалып кетті. И сонымен жақсы, іскерді бастадыңыз, іскерді алып жүрдіңіз. Сол моментте кейіннен кейін барып сіз жаңағы инструментпен айналысып бастадыңыз, инструмент сатып бастадыңыз. Жоқ, инструмент бірінші бастадым. Ол оның алдында болды. Бірінші бастап кетті. Не үшін инструментті қарқынды ары қарай алып кеттіңіз? Не үшін іскер каналы тоқтап қалды? Так. Бұқылып анда көбірек болды ғой. Жоқ. Көзге көрінбейтін вариантты таңдадыңыз ғой сіз негізі. Қалай ойлайсыз? Ана жақта көп көзге көрініп қалдыңыз, достарыңыз күлуі мүмкін деген оймен, мына жақта қаттырақ таңдап кеткен жоқсыз ба? Жоқ, ондай емес негізі, потому что мен анда ведущиймін ғой, мен вообще ондай білдіртпеймін, что менде жақта бір кәсіп бар екен, мен анда просто ведущиймін. Мына жақта ол кәсіп, ол бөлек та. Мен жақта көріспеймін, осыдан кейін дебютекке жазылыңдар, или бір нәрсе қараңдар деп вообще айтпаймын ғой ше. Сондықтан ол жақта вообще ондай қорқыныш жоқ негізі ше. Бірақ КВН-де қанша уақыт ойнадыңыз? Ой, КВН өте көп. Қанша? Мен үшін көп деп ойлаймын, бір 5-ші класста басталды. Жалпы сахнаға шығып, жаңағыдай телевизияларға шығып. Телевизияға где-то бір бірінші курстан бастап шықтым. Бірінші курс, қазір мен сонда бір 7 жыл. 7 жыл ойнадыңыз. 7 жыл телевизия алдында жүрдіңіз. Енді мен просто түсінгім келіп жатыр да, сіз мүмкін жаңағыдай камераға түсуден қашасыз деген сияқты. Енді 7 жыл ойнасаңыз, сіз ол жақтан қатты особо не жоқ. Ондай қорқыныш жоқ негізі. Қай деңгейге шейін келдіңіздер? Так, Ресейде так, международная лига деген бар. Сол жақта біз 1-2-ге дейін полуфиналға дейін жеттік. 1-2-ге шейін келдіңіз. Полуфиналға жеттік, это біздің пик болды. Ол кезде карантин басталды. Бізге спонсор ақша бөлді, бірақ өкінішке орай біз Москваға бара алмадық, өйткені жол жабық болды. Сөйтіп, сонымен біздің почти ол соңғы ойын емес, бірақ сол ең үлкен дәреже сол болды негізі. Өйткені бізде прям Ресейде біз өте жақсы көретін сол үшін. Сондай жақсы дәреже жеттік, одан кейін спонсор болмады шамалы. Сондай ойлар болды. И менде андай ой болды тайпақшылап, мен қазір есіме түсіп отыр. Мен кәсіппен айналыссам, мен спонсор болатын едім деп ойлайтын, КВН-шіктарға спонсор болатын едім деп. Өйткені бізге өте қиын болды спонсор табу. Өте спонсор табу. Өйткені қазір енді эфирде болмағаннан кейін, Ресейде эфирде болмасаң, оларға қызық емес та. То есть, жүр, условно кішкентай бір команда, ол қызық емес болады да. Ал сол үшін бізге спонсор табу қиын болды да. Мен ойладым, мен кәсіп жасаймын, ертең жақсы ақша тапқан кезде мен спонсор боламын деп. Өзіңіздің ойыңызша мысалға сондай творчествомен айналысып жүріп, кейін кәсіпке кетіп қалған адам болса, сіз қалай қабылдайсыз оларды? В принципе, ондай проблема жоқ менде, ешқандай жақсы қабылдай беремін. Спокойно қабылдайсыз. Мен адамды өйтіп кәсіппен айналысады, творчество деп бөлмеймін вообще. Бөлмейсіз. Жақсы. Онда сіздің негізгі бүгінгі жаңағы запросыңыз бұл YouTube каналға байланысты емес. YouTube каналға байланысты емес, кәсіпке байланысты. Кәсіпке байланысты. Давайте сол туралы разбор жасау керек. Так, менің запросым, негізі мен түсіндіріп кетейін шамамен. Мен қазір оптом және розницу сатамын. Не сатасыз бірінші? Давайте сол. Электроинструмент. Электроинструмент, егерде толығырақ келген кезде электроинструмент на батарейкасынан мен. Именно ешқандай проводсыз. Ешқандай проводсыз, жеңіл түрде, удобный. Біреудің ол шнурмен проблема емес, батарейкамен сатамыз біз. Мен білетінім шурповерт қана болатын бұрын. Бұрында шурповерт болатын. Бәрі солай ойлайды негізі. Негізі өте қатты. Батарейка десе сол. Солмен ассоциация жасайды шурповертпен. Бірақ ол жақта болгарка бар. Кез келген инструмент почти тез отырып қалмай ма? Қазір соның проблемасы шешімі табылғаннан кейін на батарейка өте танымал қазір. Өйткені бұл біздің елде жақында дамып жатқанымен басқа елде бір 5-6 жыл бұрын келіп қалған. Просто оның құны қымбат болды да. И главный проблемасы тез отырып қалу болды. Бұл жерде барлығының батарейкасы бір-біріне келе бере ма? Жоқ. Болгарканікі өзінікі? Бірақ бір компания әлемге батарейка жасайды. Даже айфонға да жасайды. Айфонға условно батарейка жасайтын компания біреу әлемге. Бірақ входной корпустар әртүрлі. 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 То есть дрельге басқа батарейка келеді,
жоқ мен жеке инструмент айтса мен жеке сіздегіні. инструмент 80% бірдей батарейка. То есть мен мысалға бір инструментпен қолданып жатып батарейканы зарядка қойып қоямын, болмаса мынада заряд қалған уақытта аламын да оны шуруппроводқа тығаламын, болгаркаға тығаламын, келе береді. Дәл сондай бізде наборлар бар. Универсальный батарейка бар. Дәл солай, иә. Бізде сондай набор бар. 4 инструмент 2 батарейкамен жүреді. Жақсы. И сол белгілі бір мен розницу сатып жүрдім. Розницу. Жаңағыдай ғой, бағанада мен өзімді көрсеткім келмейді дедім. Инстаграм біз мүлдем ашпадық. Инстаграм ашқан жоқпыз. Біз тек OLX жаңағы e-commerce бар ғой, кәдімгі интернет коммерция. Интернет коммерциядан астамыз. И маған еще сосын не істеу ұнамайды да, талай бір сатып, айту, онша не істеген жоқпын да. Мен ойладым, тек қана клиент мені өзі тауып келсінші. И мен максимально сол нәрсені зерттей бастадым. Кітаптар оқыдым. Клиент не үшін мені іздеп келу керек? Значит, идея андай болды да, клиент не үшін іздеп келу? Сол кезде просто мен барлық жерде болуым керек. Барлық жерде болсам, по крайней мере, мен сөйлемейтін жерлерде, барлық жерде болсам, мен клиент өзі табады. И шынымен де клиент өздері тауып жүрді. И андай болды. Мен де андай бір жақсы кітап оқыдым да, мен бір клиент на 100% дейтін. И ол соқта аталайды өзі дайын клиенттер келеді. Дайын клиенттер. Вообще сен сұрақ аз да. Мысалы мен қазір түсіндірейін. Үш адам звондаса маған, соның железобетон біреу салады. Үш адамның біреу салады. Бізде андай жоқ. Ауа ұшпайды да. Клиент тек қана дайын клиенттер келеді. 3 или 2 болады. И сол үшін біз аталайды соған бүкіл клиенттің запростарынан жасалған характеристика жасында. Бұл жақта главное ұста ғой, ұсталар алады ғой бұны. И ұсталар алғаннан кейін оның запростары бар өзінің характеристикасында ше. И солға бәрін. Олар тек қана комплектпен сатыла ма сонда, бөлек-бөлек сатылмай ма? Бөлек розницу сатамыз, иә. Бөлек сатамыз, иә. Өйткені біздің батарейка алған адам может просто енді ақшасына қарайды ғой. Ол 2 батарейка алмай просто қана болгаркасын ғана алуға болады да оған. И сөйтіп алады, өйтіп те сата береміз біз. Неге тек ұсталар ғана алады? Мысалға әр үйде бір шуруппровод болу керек деп ойлаймын. Жоқ, ол бізде андай не инструмент, шуруппровод, болгарка, перфоратор, ол андай қарапайым заттар да. Одан кейін андай ұсталардың нәрсесі бар. Өмірінде ана инструмент никогда көрмеген мен шын мәнісінде қарасам. Кесет, ол уже прямой, целевой конкретно жұмыс істейтін ұстаға керек та. И сол адамдар біледі оның қандай характеристикасын. Мен солардан сұраймын да, қандай характеристика бар деймін. И соны зерттеймін өзім, интернетте отырып, каждый инструментті қарап отырамын да. И сол инструменттерді жаңағыдай объявление қойған кезде соны обязательно жазамын. Видеоға түсірсем де, обзор жасаймын. И сол кезде обязательно жазамын оны. Айтамын, міне осындай, бұл жақта наборда обязательно 2 батарейкамен жүреді, обязательно андай болады деген сияқты. И содан кейін андай болды, что бізде тек готовый клиенттер болды. Мен розницу сатып жүрмін. Региондарға мен үлгере алмаймын. Региондар зона көп та. Енді мен ойлаймын, маған серіктестер керек. Региондардан сататын. И мен енді YouTube каналымның бір күшін пайдаланайын дедім да, сөйтіп сол жаққа ашып көрсеттім. Міне тік осындай депші. Сөйтіп көрсеткен кезде адамдарға өте қызық болды. То есть инструментпен оказывается айналысып келетін адамдар өте көп екен. Или сол видеодан кейін көп болған шығар. И содан кейін аталайды 19 серіктес таптық біз. Әр қаладан, Қазақстан. Бір қалалар эксклюзив алды бір кісілер жаңағыдай партнер болды, тек қана серіктес болды, сөйтіп 19 серіктес. И мен өзім обучение жасаймын дедім. Қалай мен сатам, соны сізге түсіндіріп беремін дедім. Дәл сол схеманы алдым да, оларға полностью түсіндіріп бердім. Енді біз до этого 4,5 миллион табатынбыз, таза пайда. Енді бізде маржа 55%. 4,5 миллион табатынбыз. Енді мен қазір серіктестерім 19 серіктеспен өзімде розницу сатып 4,5 миллион табамын. В общем, айырмашылық жоқ. Бірақ біз қазір енді 3 есе аз жұмыс істейміз. Өйткені менің общий табатым 4,5 миллионның бізге 27%-ын розницу біздің магазин табады, қалғанын серіктестер табады. И мен өзім үйреткен схеманы оларға бергеннен кейін өзімнің региондағы нелерден, клиенттерден айырылып қалдым. То есть сол үшін менің олар прямой шыға ма Қытайға или сіз арқылы? Жоқ, мен арқылы. Сіз арқылы ғана. Өйткені бізде товарный знакқа бренд неселген, и прямой ол никак аламайды. Өйткені біз ана жақта біз бәрін бекітіп қойып, что біз аламыз. Бірақ біз ол жаққа объем көрсетеміз. Объем көрсеткен үшін ол тек қана бізге береді. Біз эксклюзив ол жерде. Елге эксклюзивпіз да. И сол үшін тура сондай схемамен, сосын мен еще ол заводтармен, әртүрлі заводтармен жұмыс істейміз да. Ол Қазақстанда сборка өтеді да. Мысалы жаңағы батарейкасын бір жерден аламыз, бір жерден несін аламыз, жинаймыз. Өйткені маған андай болды, маңызды болды, сапасы жақсы болуы. И бастапқы берген комплектация мүлдем басқа болды менде ше. Ондай көп нәрселер естисің да. И соның бәрін проблеманы жауып, қазір енді проблема мен новый схема продажи. Канал продаж дейді ғой. Новый канал продаж керек маған ше. Сіздің новый канал продажыңыздың өзі осындайға алып келіп соғуы мүмкін ғой. Себебі сіздің басындағы схемаңыз дұрыс болмаса, сіз ол өсе келе сол
проблемаңыз кете береді. То есть оны шешпейінше проблемаңыз тұра береді да. Сондықтан бұл жақта мен ойлаймын проблеманы анықтау керек деп ше, не үшін олай болып жатыр деген сияқты. Мен шыны керек бұндай инструментті осы жақында сізден ғана естідім. Осыған дейін бағана айтқан сияқты тек қана дрель ғана бір на батарейках жұмыс жасайтын сияқты сондай бір идея сондай болды. Сондай түсінемін да. Енді жаңағы префараторыңыз болсын, болгаркаңыз болсын, басқа болсын, оның барлығы зарядпен батарейкамен жұмыс жасайды дегенде шыны керек мен өзім қазір естіп отырмын. Мүмкін ол бар, бірақ бізде сатылады дегенді. Мен қазір бір нәрсе айтып кетейін. Неге біз оны естімедік осыған дейін? Өйткені олар бар, бірақ өте қымбат тұрады. Өте қымбат тұрады. Жаңағыдай бізден басқа шет елдер олар пайдаланады. Олар үшін доступны ол. Біздің қарапайым халыққа және үйіне болгарка на батарейка қалу қиын болды. Өйткені оның бір құны 150 мың теңге. Зарплата отырған адамға өте қиын да ол. И соның біз просто бағасын қатты түсіріп тастадық. Андай қылып сапа бере алмаймыз. Прям ондай сапа. Но үйге болуға ол идеально да. Ана алатындар ол тек ұсталар алады. Ол үшін сондай, сол үшін қазір енді ақырын келе жатыр да ол нәрсе. Жақсы, құрметті көрермендер, сіздердің ойларыңыз қандай осы инструменттерге байланысты? Сіздер бұрын естігенсіздер, естімегенсіздер, ойларыңыз болатын болса астына жазып кетіңіздер, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Енді примерно енді сіздің неңізді түсіндім, но қазір если жазып көретін болсақ цифралар бойынша, онда кішкене басқа бір түсінік пайда болады деп ойлаймын. Онда по цифрам бір көрейік. Давайте. Егер де сіздің салықтарға, құжаттарға, қызметкерлерге немесе әртүрлі бизнес процестерге қатысты сұрақтарыңыз болатын болса, Өсім медиа командасына қойып, мамандардан жауап ала аласыз. Өсім бұл Жусан бизнестің Қазақстанда бизнес ашу және жүргізу туралы журналы. Мұнда бизнес әлемі қарапайым тілмен, ешқандай бухгалтерлік және заңгерлік сленгтерсіз оңай түсіндіріледі. Бизнес процестің әр қадамы жазылып, керекті құжаттарға нұсқаулықтар беріледі. Сұрақ қою үшін сайттағы кері байланыс формасын пайдалануға немесе Telegram ботқа өтіп, сол жақта сұрақтарыңызды қоюға болады. Сізге Өсім медиа командасы мейлінше тезірек және ең пайдалы ақпараттарды беруге тырысады. Сайтта апта сайын бизнеске қатысты мақалалар шығып отырады. Пайдалы ақпараттардан құр қалмас үшін сайтқа өтіңіз және де әлеуметтік желілерге тіркелуді ұмытпаңыз. Оптымға келеміз. Жеке мен өзім сатып жүрген кезде 8 миллион 200 мың оборот болатын примерно. 8-де 2 оборот болатын. Так. 8-де 2 миллион оборот. Жақсы. Таза пайда 4,5 миллионға тең примерно. Жауабымен 4,5 миллион теңге таза. Таза пайда. Прям қалтаға қалатын. Иә, офисте төлеген кезде. Сонда сіздің инструментіңіздің себестоимости өте төмен болып тұр ма ол жерде? Себестоимость төмен болып тұр ғой. Ол жалпы сол салада инструмент маржинальный негізі кәсіп. Да? Өте маржинальный кәсіп негізі. Жақсы. Сонда средний чек қанша сізде? Так, средний чек па? 8-де 2 миллионды сіз қанша инструмент сатып табасыз? Жобамен. 350 инструмент, иә? Иә. 8-де 2-ні 350-ге бөліңізші. Так, қазір. Орта баға. Білеміз. Так. Мұнық 23.428 теңге деп көріп тұр енді. 23.500 теңге, да? 23,5 ба? Иә. Не. Мияқта чуть-чуть басқа бір нәрсе дұрыс емес сияқты. Қазір қатырыңыз. 350 орта баға, 8-де 2 миллион оборот. Егер 8-де 2-ні 350-ге бөлетін болсаңыз қанша? 23,5 ба? Мен точно айта салам. 8 миллион 200 мыңды 350-ге бөліңізші. 350 мыңға. 350 мыңға. Аха. 8 миллион 200 мыңды бөлесің 350 мыңға. Неге мен 350 штук сататын болсам, зачем маған 350 мыңға бөліп? 350 штук емес бұл. Орта баға дедіңіз сөз. 23,5. Дұрыс қой. 23 бұл инструменттің саны. 23 инструмент айына сатасыз ба примерно? 350 мыңнан. 350 инструмент сатам. 350 инструмент сатасыз. Иә. Онда бұл орта баға емес қой онда. Орта баға емес. 23.500 орта баға. Так, 23.500, Иә. Орта баға.
Так, сонда қанша инструмент болып тұр? 350 инструмент, дұрыс па? Жақсы, бұл жаққа сіз рекламаға құртасыз ба ақша? Иә, құртамыз. Қанша құртасыз? Бюджет общий ма, айына? Иә. 100 мың теңге шығар. 100 мың теңге. Примерно. Жақсы. Реклама. Қанша қызметкер бар? Осы 100 мың теңгеден енді бір определенный бір адам саны келді. Оны обработка жасайтын қызметкерлер бар ма? Иә, бар. Так, 2 продажник. 2 продажник, 1 курьер. Доставка жасайтын. 2 продажник. Иә, 1 курьер. Жақсы, 1 курьер ол доставка. Оны шешіп аламыз. И складовщик бар. Жақсы. Сонда қараңызшы, 100 мың теңгелік реклама жібердіңіз, иә? Қанша адам келеді бұл суммаға? Қанша адамнан заявка келеді сізге? 350 адамды просто 900 адам келді примерно. 900 адам келеді. Сонда сіздікі сонда почти 30% конверсия ма? 900 адамнан, то есть 10 адам келсе, 3 адам сатып ала ма? Жоқ. 10 адам келсе, 3 адам келсе 1 адам алады. 3-те 1 болса солай ғой енді. 30% ая дұрысында получается 30. 10 адам болатын болса, 3 адам или 4 адам сатып алады жобамен, иә? Жақсы. Кішкене келмей тұр, но жақсы. Көрейік. Жобамен қанша адам дедіңіз? Мысалға 100 мың теңгеге реклама жібересіз, қанша адам алып келе аласыз? 100 мың теңгеге ма? Қанша заявка түседі сізге? 900 заявка примерно. 900 заявка түседі. Түсінген бойынша, бұларды сіз учет жасамайсыз жұмыста. Қанша адам келді, қанша адам сатып алды, қанша обработка болып жатыр, қанша процент конверсия деген сияқты. Таза по факту сатып алған адамдардың несі учеті бар. Тек қана адам сатып алған саны, қанша адам сізге обращение жасады, оның учет жоқ. База бар, бірақ олар алған адамдардікі. Реально біздің клиенттерге. Бүгін мысалға бізге бүгін 30 адам жазды, бізге бүгін 40 адам жазды, онда учет жоқ па? Сатып алғандар ғана, иә? Тоже қате. Не үшін қате? Себебі сіз білмейсіз ғой, мысалы сіздің отдел продажыңыз, қызметкерлеріңіз қаншалықты дұрыс сатып жатқанын. Мысалға сіз ойлайсыз ғой, бүгін 1 миллионға продажа болса, нормально деп ойлайсыз, мысалға, иә? Ал бірақ ол жақта конверсия өте төмен, 10%-ке түсіп кетуі мүмкін ғой. 1 миллиондық чекті, то есть 1 миллиондық продажаны олар өте көп адам санымен алып келу, сатылуы мүмкін да. Мысалға айтатын болсақ, былай айтайықшы, 900 заявкамен, 900 общий бір айлық сізге заявка түсті. 900 заявкамен 8 миллион 200 жасаған 2 отдел продаж. Солар мықты ма? Немесе 700 заявкамен 8 миллион жасаған қызметкер, 2 қызметкер отдельно. Солар мықты ма? Так. Если түбіне келетін болса, конверсия бойынша, конечно, бізде 700 заявкамен 8 миллион жасаған қызметкер жақсы. Бірақ сіздің есебіңіз бойынша сіз общий оборотқа қарай саласыз. Так, 8 миллион 200 налар жасады, налар молодец деп ше. Не үшін? Себебі қанша заявкамен сіз келіп жатқан білмегендіктен сізге тек қана выхлоп қана қызық тұрып жерде. Общий оборот. Мыналар жақсы оборот жасады, мыналар молодец деп. Бірақ олар көрдіңіз ба, апликация етеді, ары бері отырады. Сондайдың әсерімен олар әйтеуір бірден келіп 900 заявкамен жауып отыр да. Ол деген конверсия бойынша өте төмен болуы мүмкін. Енді шынымен де егер де сізде 900 заявкамен 350 инструмент сатып жатса, негізі ол жақсы. Өте жақсы сияқты. 30% конверсия өте жақсы. Айтайын деп жатқаным, мүмкін бұдан да жақсы болар еді, егер де бізде мындай более детальный жаңағыдай сандар болса. Шынымен де мысалға 900 заявка келіп жатыр ма деген сияқты. Жақсы. Дальше кеттік. Так, 8 миллион оборот бар, 4,5 миллион таза пайда бар, орта баға бар, инструменттің саны бар, рекламаға кеткен сумма бар, отдел продаж бар, заявка бар. Жақсы. Мынандай оборот жасап отырып, сізге оптовиктер не үшін керек болды? Оптовиктер не үшін? Өйткені запрос бар регионда. Жаңағы 3 адам айтып тұрмын, мен жіберіп отқан 2 адам. Соның екеуі просто регионда жұмыс істеу, регионнан звондау мүмкін да. Ал олардың қорқынышы бар, ақшаны
андай болды, доставка жеткеннен кейін төлейді инструмент. Өйткені инструмент андай нәрсе, ол қолмен ұстап көру керек оны обязательно. Ұста, көру керек та, көзбен андай жаңағыдай вольттарына сене бермейді. Тесіп көру керек, я болмаса кесіп көру керек. Одан кейін, міне все, бұл сапасын көру керек. Сол үшін оған қолына жету керек. Мынаған қазір қайтып келеміз. Иә. Қайтып келеміз. Енді сұрақ, сізбен партнер болу қанша теңгеге саттыңыз партнерствоны? 1,5 миллион. 1,5 миллион теңгеге саттыңыз. Ол эксклюзив емес, бір партнерство. Партнерство. Эксклюзив деген ол бір қалада бір адам ба? Иә. Жақсы. Эксклюзив қанша? Так, 4 миллион. 4 миллион. Бірақ бұяқта айта кететін нәрсе, ол 4 миллионның біз 1 миллионны инструментпен береміз. Өзінің инструмент береміз. 3 миллионы роялти ғой. 3 миллионы таза сізге қалатын. Жақсы. Ал жаңа 1,5 миллионға? 500 мыңнан инструмент береміз, 1 миллион қалады. Что-то мен сізден логика көріп тұрған жоқпын. Не үшін вообще ондай қадамға барғаныңызды мен білгім келіп тұр. Не үшін сіз ондай қадамға бардыңыз? Не үшін сіз партнерство саттыңыз келді? Мандай болды да, бізде мысалы 3 жаңағы заявка бар деге. 3 заявка, соның біреусі алады. Неге екеуі алмайды? Өйткені біреусінің проблемасы просто ол қолмен ұстап көргісі келеді. Енді андай болды да, енді біз каждый қалаға магазин ашуға үлкен бюджет керек. Магазин ашуға, я болмаса инструмент андайда көп қаражат қажет етеді. Позиция саны көп та, и себестоимости арзан емес ол заттың. Сол үшін көп инструмент қажет ететін болғаннан кейін, ондай бізде выхлоп болған жоқ. Сол үшін маған партнерство сату керек болды. Чтоб ақшасы бар адамдар кәсіппен айналысқысы келіп жүрсе, менің проблемамды шешеді, и өзінің де проблемасы. Олар қанша уақытта ақтап алады? Сатқан ақшаларын. Олар сізден сатып ала ма сонда? Қараңыз, сонда 1,5 миллион теңгеге сізден партнерство алаттаған 500 мың теңгеге олар инструмент бересіз оған. Сіз бересіз 500 мың теңгелік инструмент оған басында жүріп кеткенге жетеді. Дөңгелеп кеткенге жетеді ғой басында инструменттің саны. Олай айтса болады, бірінші айда жабуға жетеді. Жақсы, қанша уақыт ақталады? Қанша ақтайды? Минимально бізде 3 айда ақтайды. Минимально 3 айда? Иә. 3 айда где-то, жоқ, даже 3 айда емес, 3 айда ақтайды примерно. 3 айда ақтайды. Минимально. Максимально? Максимально? 5-6 ай? Так, 5-6 ай. 5-6 айда ақтайды. Жақсы. Неге мысалға жаңағыдай дилерский сияқты ақыр сізде мысалға 4,5 миллион теңге түсіп отыр. Түсіп тұр, себестоимости өте төмен. Мысалға 500 мың теңгелік инструментті сіз примерно сіздің мысалға есебіңіз бойынша 500 мың теңге сіз оған инструмент бердіңіз, жарайды, аптауы бағамен бердіңіз. Ол жақта маржа енді көп емес. Жақсы, сонда да 500 мың теңгелік инструмент сіз примерно 300 мың теңге сатып аласыз ғой? 500 мың теңге инструмент, Сізден шығын 300 мың теңге ғой жобамен. Жақсы, 300 мың теңгемен мысалға сізде 4,5 миллион теңге айына түсіп тұрса, 4,5 миллион теңгені қазір 300 мың теңгеге бөлетін болсақ, жобамен қанша болады? 350 мың теңге бөлетін болсақ? 300 мың теңгеге бөлетін болсақ. Где-то 22 теңгеден, 25 теңгеден болады. Жоқ. 4,5 миллионды бөліп көріңіз 350-ге. 300-ге. 300-ге ма? 300-ге. 450 мыңды 350 мың. 450 мыңды, Жоқ. 4,5 миллионды. 4,5 миллионды. Білесің, 300 мыңға. 300 мыңға. 15. То есть бұл жақта айтайын деп жатқаным, сіздің қазір 4,5 миллион теңгеңіз табысыңыз, таза қалтаға түсіп. Жоқ. Таза пайда. Таза қалтаға түсіп, өзіңіздің сатылымыңызда. Сіз мысалға сол суммаға 15 қалаға жаңа первоначально инструменттерді закуп жасауға ақшаңыз бар ғой негізі? Иә. Ақшаңыз жетіп тұр ғой? Первоначально закуп жасауға, иә. Иә. Жарайды, даже 15 қала емес, сіз даже жақсы закуппен бір 7 қалаға жақсы закуппен мысалға неңізді қоя аласыз ғой? Қоя аласыз. Примерно айтайын деп жатқаным, Аль-Хадайын системасын білесіз ғой қандай? Жоқ. Мысалға олар Алматыда. Олар Алматыда. Басқа қалалардың барлығында мысалға өздерінің жаңағы складтары бар. Складтары бар. Айтайын деп жатқаным сол, мына суммаға сіз мысалы бір айлық таза табысыңызға бір 7-8 қалаға склад қоя аласыз ғой негізі. Қойылатын едіңіз ғой. Ол жақта мысалы дилерский услуга сияқты жасауға болады да. Дилерский, яғни сізден продажа болады. Бізде осындай точкада барып, мысалы көрсеңіз болады деп, склад сияқты болсын, басқа болсын, бір офис болсын кішігірім. Болмаса бір адаммен келісіп, әр сатқан инструменттен сіз оған продажаға процент беріп отырсаңыз мысалға, негіз келісетін еді.
Бұл жақта мен түсінбей жатқаным, сіз масштабтың оңай жолын тапқыңыз келді ма, болмаса просто мынандай болуы мүмкін да, әр жақтан соңғы кездерден жаңағыдай бизнес модель сату, франшиза сату деген сияқты нәрсе хит болып кетті ғой. Соны көріп алып, ешқандай есепсіз, ешқандай юнит экономикасыз сіз бірден кіріп кетуіңіз мүмкін да. Бірақ менде главный бұл нәрседе, жаңада мен миллион теңге роялти аламын ғой, таза пайда, өзіме аламын, біздің серіктестерден алған миллион теңгеміз бар, және 500 мың теңгесі инструмент береміз. Сол миллион теңгелер арқылы, жаңадай серіктестерден алған, біз общий обороттағы біз әлі де алу керек инструменттердің түрін санын көбейтіп алдық. Тез арада. Не дәлгі? Себебі ол қаражат уже. Себебі сразу қаражат түскендіктен. Иә. И ол бізге ары қарай вықылып берді, негізі бір үлкен плюсы. Ары қарай бізде тез-тез жаңа инструменттердің түрлерін, мысалы, серіктестерге дейін бізде 27 позиция болатын болса, серіктестермен қазір 57 позиция. Новый позициялардың санын көбейтуге возможность берді. Ондай мүмкіндік болған жоқ оларға дейін бізде. Жақсы. Жақсы, енді сіз оны жасап қойдыңыз, сондықтан ары қарай көрейік. Да. Так. Біз қалай істедік? 350 инструмент дедік. Себестоимосын шығарайықшы, инструменттің себестоимосын шығарайық. Мысалға, мен сізден сатып алдым 1,5 миллион теңгеге партнерство. Бірде 5-ке партнерство сатып алдым. Оның сіз маған 500 мың теңгеге инструмент бересіз. 500 мың теңгелік инструменттен сіз қанша көресіз? 500 мың теңгелік инструменттен? Так, мен оларға... Бір инструменттің үстіне қанша қосасыз мысалға? Мен біздің серіктестер алатынды ол 27%-пен алады. 27%-пен. Яғни сіз 100 мың теңгеге алсаңыз, себестоимосын. 100 мың теңге, 127 мың теңге. 127 мың теңгеге олар сатып алады. Олар қаншаға сатады? Олар үстінен тағы да бір 30 регионда 40% қосады примерно. Региондар үстіне тағы да 40% қоса ма? 30-40% қосады себестоимосына. 30% қосады деп айтайықшы. 30% қоссын, жақсы. Сіз 27% қостыңыз. Оны сіздің мына бағаңыздан да қымбат болып кетті ғой? Қайсы? Сіздің мына жақтағы мысалға негізінде қымбат болып кетеді. Яғни, қараңыз, сіз мысалға 100 мың теңгеге сатып алдыңыз, плюс 27% қосқан кезде 127 мың теңге болады, 127 мың. 127 мыңға плюс еще 30% қосатын болсаңыз қанша болады? Где-то 150 мың теңгеге бара ма? 150 мың теңге барады, 150 мың теңгеге бара. Ол 150 мың теңге болды деңізші. Енді қараңыз, ал сіз мысалға мына жақта айтып отырсыз, 30% дегіңіз бе, қанша процент қосам дедіңіз? 55. Мына жақта 55% болып тұр, мына жақта. Сол процентке жетіп тұр ғой серіктестерде. Серіктестердікі сондай процент. Примерно сол біздің бағадан чуть-чуть қымбат болады шамалы. Жақсы. Жақсы, давайте былай істейік. Қазіргі уақытта сіздің қанша неңіз бар? Серіктесіңіз бар? Негізі заявка берген 19 серіктес бізбен берді. Конкретно жұмыс істеп жатқан қазір 6-ау деймін. 6-ау нақты істеп жатыр. Нақты істеп отыр. То есть ежемесячно закуп жасап тұрады. Ежемесячно закуп жасап тұрады. Жақсы. Онда осы кісілермен оборот санайық. Серіктестер қанша суммаға сізден ай сайын алып жатыр қазір? Бізде келісім шарт бар серіктестермен. Олар 120 күннің ішінде бізден миллион теңгеге закуп алмаса, ол серіктестен айырылып қалады. Жоқ, ол келісімнен бөлек. Қазір қанша теңгеге, по факту, реально, алдыңғы ай детіңізші, соңғы 2 ай детіңізші. Так, бізде 6 серіктес шамамен, так, қанша қазір мен есептеп алайыншы, 8 миллионның шамасында. 6-ау ма? Жабылып, Жақсы. 8 миллионның шамасында бұл кісілер сізден ай сайын закуп жасайды. Қазір жасап отыр, Жақсы. Енді 8 миллион болатын болса, бұл жақтан біз 27% таза аламыз ба? 27% қанша болады сол кезде? Так, мен білмеймін, қазір қарап жүрейін. Где-то 2 миллионның жобасында ма? Жоқ, онда мен қазір закуптың санын қателесіп тұр екенмін.
қазір мен конкретно қарап жіберейін ба? Қарап жіберіңіз. Иә. Общий серіктестер алатын саны 12 миллион 500 мың екен негізі. Так, серіктестер ай сайын 12 миллионға алып жатыр қазір, иә? Жақсы, бұдан таза пайда сізде 27%. 27%. Қанша болды? Шамамен 3,5 миллион ғой. 3 миллион 100 сондай болады, короче. Иә. 3 миллион дейсіз, 3 миллион дейміз онда. 3 миллион таза пайда болып тұр. Жақсы. Серіктестер қосылған кезде сіздің неңіз түсті ма? Продажам ба? Продажаңыз? Түсті. Так. Қаншалық түсті? 3 есе. 3 есе түсті. Розницу продажа 3 есе түсіп кетті. Жақсы. Енді сіз не үшін таңғалып жатсыз? Сіз айтып жатсыз басында, мен өзім жасаған кезде бір табыс тауып жүрдім. Иә. Енді серіктестер қосылғаннан кейін де осы табысты тауып жатырмын. Бірақ сіздің мысалға енді бұл жақта либо серіктестермен жұмысты өзгерту керек. Мен ойлаймын, сіз мысалға 3 айда сразу ақтап алатын бизнес болатын болса, ол өте тиімді бизнес. Сіз слишком арзанға саттыңыз деп ойлаймын. Слишком арзанға саттыңыз деп ойлаймын да. Из-за этого сіз мысалға қазір ол сізге көп нәрсеге жетпей қалды, сізге қатты мотивация бермей тұр. Либо жұмыс жасау схемасын өзгерту керек деп ойлаймын. Жұмыс жасау схемасын. Сіз не үшін таңғаласыз? Енді өзіңіздің жұмысыңыз, сіздің жұмысыңызды сіз сатып тастадыңыз ғой басқа қалаларға. Өзіңіз жасайтын жұмыстардың көбісін сатып тастадыңыз. Сатып тастағандықтан сізде қазір уақыт босап қалды. Енді біз ол уақытты негізі по-хорошему ол дұрыс. Уақыт босаған дұрыс, бірақ по-хорошему біз оны басқа жұмыстармен заполнить ету керекпіз да. Негізі главный сұрағым сол ғой. Развитияға байланысты, басқаға байланысты негізі солмен заполнить ету керек едік. Бұл жақта мысалға біз қазір несі сақта айналып келген кезде соған келіп тірелеміз. Себебі мен ойладым ғой, сіздің оборотыңыз сол күй тұр, серіктестер қосылғаннан кейін де сіздің оборотыңыз сол күй тұраттағыны, серіктестер қосылғаннан кейін де бұл оборот тұрып, бірақ пайда азайып кетті деп. Біз бұл жақта сол кезде ортада шығындарды іздеп көру керек еді. Бірақ енді мен түсінгенім бойынша сіз қазір оборотыңыз өзіңіздікі бұрынғыдан қарағанда түсіп кетті. Бұл жақта логично. Логично ғой. Себебі сіз өзіңіз сатқаннан қарағанда серіктестерге көбірек сатып жатсыз, а серіктестерден азырақ процентпен аласыз. Азырақ процент таза пайда болады. Таза пайда түседі. Иә. Олар даже оборотын көбейткеннің өзінде де, яғни мысалға сіз қазір 27%, олар қосып жатсыз, дұрыс па? Яғни былай айтайық, сіздің оборотыңыз 10 миллион болса, сізге қолыңызға примерно 5 миллион түсетін болса, бұрын өзіңіз сатқан кезде. Қазір серіктестермен 15 миллион жасасаңыз, сіздің қазір табысыңыз примерно сол 5 миллионға келеді. 5 миллион шамасында болады. Не үшін? Себебі сіз ол жақтан 25%-тың сіздің өзіңіздің таза пайдаңызды кесіп тастадыңыз да, серіктестерге беріп жатсыз. Енді ол серіктестер сіздің айтуыңыз бойынша сіздің проблемаларыңызды келгенде шешіп жатыр. Жақсы, біз ол жаққа кіре алмаймыз, себебі сіз уже олармен келісіп қойдыңыз. Бірақ схеманы кішкене өзгерту керек еді деп ойлаймын. Егер де қазір сізде мысалға, енді бұл жақта сіздің проблемаңыз тек қана моментам ақша ғой. А неге мысалға инвестиция тартып көрмедіңіз? Бұл проблеманың шешімі солай еді ғой. Мүмкін, иә, мен ол жағын ойлаған жоқпын. Иә, неге мысалға инвестиция тартып көрмедіңіз? Неге бизнес процесстерді қолға алып, мысалға басқару жүйесін дұрыстап қоятын болсаңыз, барлық қалаларда қандай продажа болып жатыр, не болып жатқан барлығын өзіңіз контроль жасай алатын едіңіз. Даже мен мысалға бағана айттым ғой сізге, мына жаққа айналып келеміз деп. Егер де мынау айтқан цифраларыңыз шын болатын болса, мынау өте жақсы көрсеткіштер да. Өте жақсы көрсеткіштер. Сізге мысалы 50%-тік таза пайда деп жатсыз. Мен сізге айтайын, 15%-пен мысалға 15%-тік таза пайдамен 100-150 миллион оборотқа шейін көтеріп жасап жатқандар бар. Сөйлеңізші. Ал сізде мысалға қазір 50% таза пайда, почти 50% таза пайда. Сіз деген страшный сумма құя аласыз ғой қазір рекламаға. Страшный, бешеный сумма. Айына 100 мың теңге ғана құртып жатсыз. Қалай ол деген 100 мың теңге деген 100 мың теңгемен 8,5 миллион жасап жатсаңыз, мен енді білмеймін енді. Ол дейтін андай ғой, 100 мың теңге ол андай ғой, e-commerce рекламасы болады ғой. Таргет емес, ол не емес, просто быстрый продажа, андай бар ғой, жоғарыда көтеріп қоятын, сондай. Ол жақта бізде даже
ондай ешқандай ұсыныс та жоқ, басқа жоқ, просто сурет жібере саласыз, рекламасы ұнай ма? иә, сурет жібере саламыз. Астында сол, иә, сондай ғой. Жоқ, сурет емес жоқта. Ондай емес. Ол Инстаграмда емес вообще. Қай жақта реклама? Ол X деп тұрмын қазір. Ол X. Иә. И не атқалайды? Сол жақтағы кәдімгідей рекламалар бар ғой. Жақсы. Быстро продажа, не атқалайды? Рекламаның суммасын көтеріп көрдіңіз ба? Иә, мен естедім аталайды. Мен Инстаграмға таргет жіберіп көрдім. Так, ол қалай болды? Таргет жіберіп көрдім. Онда, иә, ол кезде мен өзім прямой операционкада болғаннан кейін, маған сол система ұнаған жоқ негізі. Өйткені ол жақта каждый клиент обработать ету керек. Менде өзімнің кәсіпке деген идеям ондай болды ғой. Мен лишний раз бүткіл 100% гарантированный зат десем, клиент маған почти дайын болып келеді. И мен просто оған алам, берем, болды. Ол уже дайын болып келеді, ол уже қызығып келеді өзі. И мен андай сатып қажет жоқ оған, түсіндіріп қажет жоқ. Ол уже өзі түсініп тұрады. Бір-екі сұрақтар бар, андай қоятын. Да, там скидка болуға бола ма, или осындай. Бірақ енді біз сол клиентпен біздің үлкен плюс, біз жаңа 100 мың теңге рекламамен неге ондай выход шығып отыр, ол үлкен плюс, біз клиентпен қатты жұмыс істейміз. Ол не дәлгі, ол обязательно екінші продажа жасайтындай. Бір айда біз оған маркетинг құртпаймыз уже. Ол біздің клиентіміз да. LTV қайтып келетін клиент. Иә, LTV-ға қатты жұмыс істейміз, что клиент обязательно келетіндей. Обязательно айтпай подаркалар береміз. Онда сіз неге мысалға екі отдел продажа жасамасқа, біреуі мысалы постоянно клиенттермен жұмыс жасау, біреуі жаңа клиенттермен жұмыс жасау? Неге екі отдел продажа жасамасқа? Білмеймін. Сіз мысалға, даже қараңызшы, 4,5 миллион теңге айына таза пайда болатын болса, сіз 4,5 миллион теңгенің мысалы хотя бы тағы да бір 200 мың теңгесіне рекламаға, таргетке, Инстаграмға жіберіп көруге. Болмаса, білмеймін, қандай тағы да каналдар бар. Сіз OLX-қа жіберіп отырсыз, Facebookқа жіберіңіз, басқа қылыңыз. Но вариант көп қой жасайтын, иә. Даже мысалға новостройка үйлер бар, басқа бар, мысалы сол жаққа барып даже анау флайер таратсаңыз да, оның өзінде бір реклама. Негізі, иә. Иә. Енді даже сондайға мысалға бір 500 мың теңге емес, жарайды енді. 300 мың теңгеңізді тағы да құртып, тест жасап көрмеске, неге жасап көрмеске? Мысалға. То есть, и екінші отдел продажа жасыңыз. Олар жаңа клиенттермен жұмыс істейді. Олар жарайды жаңағы LTV-іңізді көтеруге жұмыс жасайды постоянно клиенттермен. Неге олай жасамасқа? Ақыры мысалға сіз бір қаланың өзінде, жарайды, мынаны сіз примерно түсінген бойынша, ол Алматы болып тұр ғой. Региондар кішкене аздау. Иә, бұл жақта аздау. Әлдеқайда аздау болды, иә. Жақсы, даже сіз Алматының өзін сатқанның өзінде жақсы пайда сізге қалады ғой. Иә. Неге солай жасамайсыз? Жақсы, Алматының өзін неге до конца қамтамасыз етпейсіз? Не үшін сіздің рекламаңызды біз әлі білмейміз? Не үшін сізді біз осы уақытқа шейін көрген жоқпыз? Сіз андай бір анау несіне тасбақалар сияқты ініне кіріп алған тығылып нетіп жүресіз да? Ешкім жоқ кезде ғана жай басын шығарасыз, шығасыз, қарайсыз, біреу келіп жатса қайтадан тығылып қаласыз. Енді бұл жақта уже сезімдермен кішкене андай эмоциялармен нетіп көру керек та, түсініп көру керек та. Бірақ сіздің проблемаңыз ол жақта да бар сияқты. Но цифра бойынша сізді таза пайдаңыз өте жақсы. Мен сізге не ұсынар едім? Жаңағындай екінші отдел продажа ашып, дополнительно тағы да реклама жасап, жаңа клиенттермен жұмыс жасайтын отдел продажа қою. Канал продажалар қойықты қаяқта? Канал продаждар? Мысалға Инстаграммен, қазір ақыр сіз Инстаграммен жасамасаңыз, Инстаграмға жіберіп көру. Қазіргі мысалы сіздің жіберіп отқан OLX-іңізға екі есе заявка жіберіп көру мысалға. Жарайды, 100 мың теңге сіз OLX-ға жіберіп отсаңыз, 150 мың теңге жіберіп көріңіз. Жіберіп көрдіңіз ба мысалға? Иә, көбейтіп көрдік, бірақ выхлоп аз болды да. Қаншалықты аз болды? Жаңағыдай, мысалы, біз 55% пайданың, қазір мен есептейінші. Мысалы, біз қазір тауатқанымыз 4,5 миллион болған кезде, біз 100 мыңға біз қазір жеттік. Бұрында ондай көп салмайтынбыз негізінде. Шамамен мен айтып отырмын, примерно 100 мың деп. Бір 150 мың салған кезде 4 миллион 700 мың сондай болады. Энергозатратный нәрсе да, ол қатты энергозатратный болды да, бірақ выхлоп ондай көп. Кімнің энергиясын құртып жатыр ол? Сіздің энергияңыз отырды ма? Ол кезде мен өзіңіз оборот жасайсыз. Конечно, себебі сіз инструмент алып келумен басыңыз қатырасыз, жіберумен басыңыз қатырасыз, көп процесстермен өзіңіз барлығын ұстап алғансыз да, қолыңызда 5-6 жіп бар. Біреуі жаңағы отдел продажының жібін ұстап алғансыз, закуптың жібін ұстап алғансыз, отправканың жібін ұстап алғансыз, админство, басқа деген сияқты. Серіктестермен жұмыс істеу бар. Иә, оның барлығын ұстап алғансыз да, из-за этого сізде уақыт жетпейді. Барлық клиенттерді оборот жасау. Из-за этого сізде процент конверсия түседі. Не үшін? Өйткені сіз оған фокус қоймай жатсыз ғой. Сіз мысалға қабілетіңіз бар.
жеке осы тану, мысалы мыналарды білу, продажа деген сияқты. Мен бүйтіп көрсетейін сізге. Всегда сіздің қабілетіңіз көбейтесіз, фокус, назар дейікші, фокус, назарға тең болады нәтиже. Енді сіз егерде қазір былай айтайық, қабілетіңіз 10, көбейтесіз жаңағы назар, фокус. Егерде сіз бір жерге фокусыңызды дұрыс қоя алмасаңыз, сіз жақта 100% фокусыңыз қоя алмайсыз ғой. Егерде 100%-ті, мысалға біз 100%-ті 10 деп алып жатырмыз бұл жерде. Даже сіздің қабілетіңіз осы инструменттерді білу, жаңағы не жағынан, сату жағынан қабілетіңіз мықты 10-ға теңейтін болсақ, сіздің бірақ назарыңыз ол жақта 5 болатын болса, выхлоп қанша болады? 50 болады. 50 болады. 50%. Сіз кімге ренжисіз бұл жерде? Сіздің не үшін назарыңыз ол жақта 5-ке теңеп тұрмыз? Себебі сіздің именно отдел продажға, то есть именно продажаға сіздің фокусыңыз қойылып тұрған жоқ қой. Рас фокус. Қалған 50%-тік фокусыңыз жаңағы закупқа, басқаға, анауға, мынауға кетіп қалып жатыр. За этого сізде выхлоп соңында 50% болып қалады. Сондықтан не істеу керек? 100%-тік фокус қойатын ол жақта. Әр ненің өз маман істеу керек. Отдел продаж ба? Отдел продажда 100% уақытын сол жаққа қарай бөле алатын менеджерлер отырады. Мысалға, закуп па? Закупта арнайы адам отырады. Дұрыс қой? Сондықтан негізі әр процестің өзінің адамы болу керек. Сол кезде ғана 100%-тік выхлоп болады бізде. Түсінікті ғой? Мысалға, сіз өзіңіз жаңа айтып жатсыз басында, менің жаңағы уақытыңыз босап қалды. Уақытыңыз босап қалды не үшін? Сіздің жұмыстарыңыздың көбісін кімдеріңіз, серіктестеріңіз алып кетті. Енді сондықтан да сіздің жаңағы соңындағы выхлоп, таза пайдаңыз бұрынғыдай болып қалды. Не үшін? Өйткені сіздің жұмысыңызды басқа біреулер алып кетті. Егер де сіз өзіңізге қазір 100%-тік тағы да жұмыс тауып алсаңыз, сіздің негізгі таза пайдаңыз артатын еді. Жалпы схема осы. Енді мен сұрақ қойсам ба? Менде мысалы андай идея да, жаңағыдай мен өзімнің қазір істеп жатқан нәрсемді істеп жатырмын, ол кезде мен қазір 3 есе аз тауып кеттім, Енді егер де мен қазір жаңа новый канал продажа жасасам, мен возможно қазіргі тапқаннан 1,5-ға көбейем. И соответственно мен ол бүкіл продуктпен өзім серіктестермен несеймін. То есть қазір мен былай көбейтіп алдым, сіздер де осылай істеңіздер, сіздер де продажаңызды көбейтіп аласыздар. Сізде енді серіктестермен істегеннен кейін қазір сізде екі вариант болып тұр. Либо чисто оптовикқа кету, чисто оптовыға кетесіз тағаны, бірақ сіз оптовиктердің продажасын өсіруіне әсер ете алу керексіз. Жаңағы обучение жасайсыз, басқа қыласыз, сіз солардың продажасын арттыруға жұмыс жасау керек боласыз. Либо қазіргі басқа пустовать етіп тұрған қалаларды өзіңіз алу. Жаңағы сол жаққа мысалға сізде қазір, мне кажется, ақша позволяет ол жаққа өзіңіз заттар қоюға. Сіз басқа қалаларды жарайды қазіргі серіктестермен келісім болғаннан кейін соларды алып тастай алмайсыз. Но басқа қалаларды сіз алуға өзіңізде мүмкіндік бар ғой. То есть екі вариант таңдау керек та бұл жақта. Либо чисто Алматыны алып қаласыз, басқа қалалардың барлығын оптовикқа ұрасыз да, басқа қалалардың барлығын прям активно сатасыз. Сөйтесіз тағыны сіз олардың продажасын өсіруіне сіз әсер ете алу керексіз. Себебі бетіне қарап отыра алмайсыз да оларға. Солай ғой? Білмеймін енді жаңағы ай сайын жинап алып продажаға байланысты не жасайсыз ба, тренинг жасайсыз ба, болмаса серіктестердің арасында бір ойын өткізесіз ба, кім көп сатты, Турцияға саяхат деген сияқты. Әртүрлі нәрсе жасауға болады да. Сізде мысалы ақша оған позволяет негізі. Ол сізге шығын емес, ол сізге дополнительно пайда алып келеді. Не үшін? Себебі сіздің жаңа продажаңыз арттырады. Солай ғой? Сондықтан вариант сол сіздегі қазір. Либо полностью басқа қалалардың барлығына тез сатып, оптовый продажа қарай жату, Алматыны өзіңіз активно мына бағанағы айтқан бөлек отдел жасау. Мына схеманы жасау. Либо пустовать етіп тұрған қалаларға өзіңіз шығу. Түсінікті. Но енді простой жаңағы пример, сіздің қабілетіңіз фокусқа көбейткен уақытта выхлоп болады. Назар көбірек болады. Назар көбірек болса, назар қай жерде көп, сол жерде сонша проценттік нәтиже аласыз.
яғни назар қай жерге қанша процент сіз салып жатсыз, сол жерден сонша проценттік сіз жаңағы таза пайдаңыз аласыз, нәтиже аласыз былай айтқанда. Пайда демей ақ қойық, кейбір нәрселер басқаша да есептеледі, сондықтан қай жерге фокусыңызды қоясыз, сол жақтан сондай нәтиже аласыз. И бұл жақта сіз айдың соңындағы таза пайдам аз көп дегенге ренжи алмайсыз, себебі сізде именно фокусқа байланысты көп не болып тұр. Так, мынандай тағы менде бір ой бар да, вопрос бар да. Мысалы, менде позиция қазір 50, 56 позиция бар дейікші. Оны мен 3000-ға дейін апарыламын. Так. Ода өте көп та, ондай заттар. Но оған енді амал қаражат керек. Позиция саны көбейту үшін қаражат керек. Енді маған қай жақ қарай жұмыс істеген дұрыс? Позиция саны көбейтуге қарай ма? Әлде қазіргі осы 56 продажаны продажасын көбейту ма? Біз бұл жерде мен сізге четко айта алар едім, егер бізде нақты цифралар болса. Яғни, қараңызшы, сізде жаңағы басында 25 па қанша не болды? Позиция 27. 27 позиция болды, қазір 56 позиция. Жақсы. 27 позиция кезінде қанша шығын мен қанша пайда таптыңыз? 56 позиция кезінде қанша шығын мен қанша пайда тауып жатсыз? Соған байланысты. Осыған назар аударып көру керек та. Егер де разница нормальный болатын болса, онда позицияның былай ғой, рычаг қой ол. Позицияның санына байланысты болып тұрма, біздің выхлоптың көбеймей жатқаны, немесе оған байланысты емес па? Немесе бизнес процеске байланысты болып тұрма? Ішкі біздің проблемаларға байланысты болып тұрма? Осы анықтаған кезде мен сізге четко айта алар едім да. Нақты қалай. Қаншаға шейін көтере аласың, соншаға шейін көтеруге болады деп. Ал сіз қазір мысалға көбейткеннің өзінде особо қатты разница болмаса, сізге ол зачем вообще көбейтіп артық жұмыс тауып алып өзіңізге? Солай ғой. Көбейттің, көбейтпедің барлығы бірдей, бәрібір. Идеясында солай. Ал ол үшін не істеу керек? Сізге ол үшін жаңағы цифрлармен жұмыс жасау керек. Компаниядағы барлық процесстерді цифровать ету керек. Келді мынанша суммаға, мынанша заявка, оның ішінде мынанша процент конверсиямен мынанша сатылды, средний чек мынау, оборот мынау. Схема простой. Осының барлығын сіз күнделікті жазып отырған болатын болсаңыз, айдың соңында сіз средний сандар шығара аласыз. Средний санды шығарғаннан кейін бұрынғы өткен аймен қарап отырып, келесі айға сіз спокойно план қоя аласыз. Түсінікті. Вообще көп нәрсемен басты қатырмайсыз. Сіз қазір мысалға маған айтқан цифраларыңыз, мыналар енді примерно ғой, себебі сіз баспен айтып отырсыз. А егер де цифра болатын болса, біз басқа схема жасар едік мына жерде. Негізі. Мүмкін сізде процент вообще басқа болуы мүмкін. Расходтарыңыз вообще басқа болуы мүмкін. Ол нақты фактқа келеміз, когда бізде цифра болған кезде. Байқасаңыз, өмірдегі барлық нақтыланған фактордың барлығы цифрамен. Точно. Мысалға, сіз менен үлкенсіз, немесе кішкентайсыз, тек қана цифрамен біле аламыз. Жасыңыз мынаншада, мен жасым мынаншада. Сіз менен үлкен екенсіз, немесе кішкентай екенсіз. Сондай да? Шымкент алыс па, жақын ба? Әртүрлі. Смотря қаяқпен салыстырасыз. Солай да? Сіз километрді айтқан уақытта цифрамен айтасыз. Цифрамен айтылған кезде біз уже нете бастаймыз. Так. Егер де мен великпен шығатын болсам, ол слишком алыс. Егер де мен самолетпен баратын болсам, 800 километр өте тезірек болады. Тез. Сондай да? Сол сияқты, когда цифра болған кезде біз нақты аламыз. Сізбен менің ойым нақты бір жерге келу үшін бізде всегда цифра керек. Цифрада ешқандай эмоция болмайды. Ал жұмыста негізі эмоцияға берілмеу керек та. Сіз бірдеңе пландаған кезде де сіз қазір жобамен, эмоциямен ұрып кетесіз. Барлық жерде эмоциямен ұрасыз. Менде просто миссия болды ғой, сол миссияға жүгірудің амалын жасадым да мен. Енді ол жарайды, бөлек әңгіме, но цифра болған кезде сіз эмоция алып тастай аласыз да. Эмоция жоқ кезде дұрыс пландар болады. Негізі. Енді бүгінгі шығарылым сіздерге ұнады деген ойдамыз. Дәкеңді максимально ашып бір цифралармен жұмыс жасап сізге бір ой сала алдық деген ойдамын. Құрметті көрермендер, егер де бүгінгі шығарылым ұнаса, ойларыңызды астына комментарияға жаза кетіңіздер. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Біз барлығын оқимыз. Егер де келесі шығарылымда қонақ болуларыңыз келсе, видеоның астына сілтеме болады. Сол сілтемеге өтіп, анкетаны толтырсаңыздар, біз қарап көреміз. Мүмкін келесі шығарылымда қонағымыз сіз болуыңыз мүмкін. Енді Дәке, бүгінгі шығарылымға байланысты егер қорытындылайтын болсақ, өзіңізге бір плюс ала алдыңыз ба? Негізі мен жалпы айта кететін нәрсе ол
міндетті түрде осындай бағдарламаларды көріңіздер, қолдаңыздар. Ол жалпы Қазақстандағы кәсіптің көтеруіне үлкен үлесін қосады. Біреу көріп алса, өзіне керекті бір зат алатын болса, үлкен қос. Сол үшін міндетті түрде қараңыздар, міндетті түрде қолданыңыздар. Қиын болмаса, достарыңызға таратыңыздар. Өте пайдалы нәрсе деп ойлаймын. Пайдалы ақпарат, сондықтан сізге алғысым шексіз. Бүгінгі енді нелер бойынша, разбор бойынша өзіңіз не айта аласыз? Иә, ойланатын нәрсе бар. Немен кетіп бара жатсыз, не алдыңыз өзіңіз? Шынымен де ойланатын нәрсе бар. Мен бір пропуск еткен моменттер бар. Ол жаңағыдай нақтылы жазу. Бұл жақта мен көбінесе эмоцияға байланысты жүрдім. Сосын мен белгілі бір стандарттарды жүргім келген жоқ. Белгілі бір стандарттар бар, нелер бар. Мен шамалы содан қаштым. Өйткені мен ойладым, өзіме жақсы бір схема жасаймын. Өзім ойлап табамын схеманы, не істеймін деп. Бірақ енді белгілі бір білімдерді алып, сол схемалар арқылы жүремін деп ойладым. Бірақ нақты кейбір кезде ол адам бөлек, эмоциядан бөлек, санға да мән беру керек екен, соны түсіндім. Негізі санмен жұмыс жасау қиын емес, иә? Негізі күнде жазып отырсаң, санмен жұмыс жасау вообще қиын емес. Просто схемасын дұрыс. Егер де оны мен істемесе, маған қиын емес. Егер просто маған істеу өте қиын ол нәрсені бар жазу. Егер де сізге бұл көмектесетін болса, сіз істеуге қиын болатын болса, онда шешім бар ғой. Командада жауапты адам сайлайсыз. Сайлайсыз, жазып отырады. Ол сізге бір көмегін тигізеді. Иә. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылымымыз аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамыз. Барлық цифраларды, барлық үтір нүктелеріне шейін бизнесті ашалдық деп ойлаймыз. Ойларыңызды пікірге, комментарийға жаза кетіңіздер. Біз міндетті түрде оқимыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Дәке, сізге рахмет.